Сәлем қыздар, сіздер үшін осылай мен қағазға сурет салып, енді юбка тігу үшін қалай өлшем алуымыз керек, соны көрсететін боламын. Не істеймін? Бастаймыз, ә? Сіздерге юбка қалай өлшем алу екенін көрсететін боламын. Бірінші бізде талия өлшейміз. Самый ойылған жерінен екі саусағымызды қойып өлшейміз. Сізде 84 болып тұр. Енді артық бедер өлшейміз. Оның үшін біздің құйрығымыздың шықыңқы жағын ұштап аламыз. Самый шығып тұратын жерін өлшегенде сізде 100 болып тұр екен. 100. Және егер іш болатын болса, ішімізге былай линейка ұстаймыз. Сосын кер өлшеуге болады. Түзу ұстайсыз. Сонда 104 болып тұр линейка бармады. 104 деп қойын. Енді длинасын бірінші сұрап аламыз. Сізге қай жерге дейін керек болады? Миди. Деген мындай ұнайтын сияқты да? Сонда мына талиядан бастап бұға қарай төмен өлшейміз. 63. 63 сантиметр. Болды, осылай өлшейміз.